Еркін деген адам, менің ойымша, ол өзін ұмытпаған адам. Бірінші очередь саған не керек өзіңе? Менде осындай ұстаным. Балаңа беруің мүмкін, әке-шешеңе бәріне қызмет жасауы мүмкін, бірақ соның ішінде мен өзімді еркін ұстаймын. Маған мынау керек, мен мынаны жасаймын деген нәрсе бар менде. Одан кейін барып, еркіндік деген нәрсеге жету үшін адамдар бірінші еркіндіктің не екенін түсініп алу керек. Одан кейін оны дұрыс сұрау керек. Мәселен, адамдар сұраған кезде аурудан да еркіндік сұрасын, ақшадан да еркіндік сұрасын. Осылай. Өйткені бәрінде қазір андай бір нәрсе пайда болады, айына 15 миллион табу керек деген сияқты. Жоқ, сен еркіндік сұра. Еркін болсын ол нәрсе саған. Ауру келді ма, аяғымды ғана жазам деме. Сен еркіндігін сұра ол нәрсенің. Сен Құдайдан аяқтың жазылуын сұрасаң, Құдай саған аяқтың жазылуын береді. Сен аурудан мені еркін жаса десең, ол барлық нәрсенің шипасын береді. Адамдар кейде осындай тар ойлармен, өздерінің еркін деген сөздің не екенін білмеу арқылы Құдайдың құдіретін тарғып тастайды.